Кешелі бері маған достарымыз звондап жатыр. Мұрат Әбділда шықты мане деп, даже спорласып жатқан адамдар бар екен, шықты деп. Мұрат Әбділда әлі шыққан жоқ, достар. Шықты деп тиктокқа салып жатқандар, олар әшейін рекке шығу үшін жасап жатқандар. Егер шығып жатса, қуанышымызды сіздермен бөлісетін боламыз. Айтсайшы бағана, айтсайшы онда. Неменеге өйтіп жатсың? Айтсайшы онда бағана. Нормально ғой ана жерде. Мен нормально. Мақсат, мен айтып, мен сағынан болды. Сізге рахмет. Көзімді қыстай мақсат ей. Албал. Ей. Таде, қойсаңшы. Таде. Достар, Мұрат Әбділда әлі шыққан жоқ. Шығып жатса айтам. Соған жауап бересіздерді көп адам сұрап жатыр. Мақтанғанымыз емес, бүгін Ташкентке шай ішіп жатырмыз. Сен басқа мынау біздің. Миллион командасы көкпар бірсе шабамын деп отыр, құдай қаласа. Kafan ismimiz şaşanır. Ötünde gelsin bir halaylarımdan söz yerden. Algasır beri özgerden. Özgergen bakanda alstauğa da gezgenler. Барымыздар, келдік пе? Басам мұны. Бір адам қош келдің олмадыға? Жақсына бәрі. Бұйыртса бүгін сындар көбісі дұрыс тапты. Сосын көбісі сұрап жатыр. Мұрат Әбділда шықты ма деп. Неге шықты деп естідім. Өзінің ауылында екен, туған жерінде. Бағанағы салған видеом ол алдыңғы жылғы видео болған. Соны айта салайын, барлығы сұрап кетті. Сосын міне ашу осы жерде отыр. Не аламыз? Бұйыртқан айтам енді, бір-екі күнде алсам. Достар, біз Сарыағашқа келдік. Сарыағаш болғанда Қапыланбек деген жер бар, сол жерге келдік. Бұл жерге келуіміздің себебі мұнда Мақтарал деген кафе бар. Рекламасы деп беріңдер деп шақырды. Бірақ кеп қалсам, мына отырған халықты қараңыздар сіздер. Адам өте көп, бірақ реклама түсіреміз дейді. Не үшін деп сұрасам, сол бізге реклама керек дейді. Коланың өзі реклама жасайды ғой, бәрі ішетін. Мақұл дедім, Мақсат екеуміз кеп қайтып жатыр уже. Короче, түн жарымда үйге келем, есікті қағам, ешкім ашпайды. Сөйтіп, звондайым үйдегілерге. Аштыңдар есікті. Сөйтіп, ашпайды ғой, короче, біраз уақыт қайттан звондап. Ашыңдаршы деймін ғой, ашпайсыңдар десем. Ашып қойдық қой дейді, короче, тартсам ашылмайды есік. Сөйтсем, бір этаж жоғары шығып батқан екенімді ше. Соған күлкім келіп жатыр. Уборныйға келіп. Осы историяны түсіріп жатырмын сөйтіп. Айтпақшы, достар, барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі салған қайырымдылық видеосын достарыңызбен бөлісіп, историяларыңызға тоқтатпай салғандарыңызға молодец. Осындай күшті қарқында ауызбіршілікте болсақ, бұдан да керемет нәрселер жасауға болады. Ертең қайттан басталады. Керемет болып тұр ауа райы. Жұма барып болсын, жұмадағы жақсылықтап білен. Апырау салып келем, бизнес айналысымыз дегендер болса, дауыс беріңіздер, егерде шамаш болыңыздар, айналысып өзіңіз дамытыңыз дегендер, мұна жаққа балық беріп кетіңіздер. Сөбезе кімдікі күшті бар деген, және де қандай бизнеспен айналысқан дұрыс өздеріңіздің бір идеяларыңыз айта кетіңіздер маған. Қазіргі нарықта ең мықты болып жатқан сауда өнімдері қандай деген сияқты. Бірақ ақша бар. Бұл ақшамен бір сериалға, бір жобаға үлкен нәрсеге салғым келіп тұрды. Фариза Плывает, говоришь.
Бизнес үшін сәл кәсіп ашайық. 2 жыл тұр. Сондықтан да дұрыс шешім қабылдайық деген сенімдемін. Сағат алдым, құрметті достар. Watch One деген әдем, короче, жантаспен қожан. Ассалаумағалейкум, қандайсыздар? Ой, достар. Ауырып, маза кетіп қалып бір 2-3 күннен бері. Ауырмайтын, ауырмайын жолыз дегенше ауырмайтын еміз деме қандай еді? Ауырма, короче. Ой, миллион мектебіндеміз кәдімгі. Кастинг отыр. Жігіттер машинем көріп біренді. Өздері баға беріп жатыр. Қандай Нұрекең, енді өзіңіз айтыңызшы, бүгін ертең берем. Міне, вишкінің несін айырып келдіңіз бірақ, міне айырып жатқан балдар осылар қазір. Қайсыздар өздеріңіз бе, жақсы ма? Короче, жантаспен қожаның несі болып жатыр, сахнасы. Парақ сұрап жатыр. Парақ керек деп жатыр. Не істейді қожа? Қожа тұрады ішінде. Қожа, мен қожам дейді ғой, короче. Давай, кет, жантас. Ана болады жантас. Давай, кет. Не қоймаған бір нәрсе бермейсіңдер ма? Ойнап тұрады. Анан жантас тыңдашы. Ойбай! Жантас отказ. Жантас отказ. Жан. Достар, мен негіз кастингімді қатысып Бізден нағыз отыр. Тоқызандай Пушкаш деп отыр. Асқат тағы берген Қазақстанда нөмір 1 футболист Пушкашқа қатысқан дейді. Біз бағана жолға шықтық дедім, осы жерге келіп, самса жеуге келдік. Мақтарал деген жер. Өте дәтті самсалар кәдімгі. Бір көрсек бола ма? Ана, самсалар пісіп жатыр. Аремен таңың атады, аремен күнің батады, кей-кейде балаларың Сониға ұқсап жатады демекші. Съемкон начинай.